сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Сізге ас қорыту қарапайым үрдіс болып көрінуі мүмкін. Асқазан, бауыр және ішек қана қатысады деп ойлайсыз ба? Бірақ мүлде олай емес. Тамақ ауызға түскеннен бастап, оның ағзаға сіңіп қажетсіз заттардың шығарылуына дейінгі барлық кезеңдері ерекше процестерден тұрады. Қазақта ас тұрған жерде дерт тұрмайды деген сөз бар. Олай болса, ас қорыту жүйесінің қалай жұмыс істейтінін толығырақ талдайық. Ас қорыту ауызда басталады. Мұнда тамақ тістердің көмегімен ұсақталады және сілекеймен араласады. Сілекей құрамында амилаза ферменті бар. Ол көмірсуларды ыдыратуды бастайды. Сонымен қатар, тілдің бетінде орналасқан дәм сезу рецепторлары тағамның дәмін анықтауға көмектеседі. Бұл рецепторлар тәтті, тұзды, қышқыл және ащы сияқты негізгі дәмдерді ажыратады. Тіл тамақты жинақтап жылытатын түйіршікті, яғни түйнекті қалыптастырады. Осылайша ас қорыту процесі ары қарай жалғасады. Жұтылған тағам алдымен жұтқыншақтан өтеді, содан кейін өңешке түседі. Өңеш ұзындығы шамамен 25 см болатын бұлшық етті түтік. Мұнда тағам перистальтика деп аталатын бұлшық ет қозғалысының арқасында асқазанға қарай жылжиды. Өңештің төменгі бөлігінде сфинктер деп аталатын сақина тәрізді бұлшық ет бар. Ол асқазанға тамақ түскен соң жабылып, оның қайта өңешке оралуына жол бермейді. Асқазанда тағам қарқынды қорытыла бастайды. Асқазан бұлшық етті мүше. Оның негізгі қызметі тағамды сақтау, араластыру және қорыту. Мұнда асқазан сөлі бөлінеді. Оның құрамында тұз қышқылы, яғни H-хлор бар. Ол бактерияларды жойып, тағамды зарарсыздандырады және ферменттердің белсенділігін қамтамасыз етеді. Оның pH деңгейі 1,5 мен 2 аралығында. Бұл өте қышқыл орта. Сонымен қатар пепсин ферменті ақуыздарды амин қышқылдарға дейін ыдыратады. Ал шырыш, муцин, асқазанның ішкі қабырғасын қышқылдың зиянды әсерінен қорғайды. Асқазан бұлшық еттері белсенді жиырылып, тағамды араластырып, оның химус деп аталатын жартылай сұйық массаға айналдырады. Содан кейін ол ішекке өтеді. Келесі маңызды кезең ащы ішек. Ол 12 елі ішек, аш ішек және мықын ішек деп 3 бөлімге бөлінеді. 12 елі ішекте тағам ұйқы безінің ферменттерімен және бауырдан бөлінетін өтпен араласады. Бұл майлар, ақуыздар және көмірсуларды ыдыратуға көмектеседі. Аш ішек пен мықын ішекте қоректік заттар сіңіріледі. Ішек қабырғаларында вилли атты бүрлер бар. Олар пайдалы заттарды сіңіруді жақсартады және бірден қан айналымына жібереді. Қазақта ас адамның арқауы, денсаулықтың бастауы деген сөз бар. Бұл дұрыс тамақтану мен ас қорыту жүйесінің маңыздылығын дәлелдейді. Тоқ ішек ас қорыту жүйесінің соңғы бөлімі. Оның негізгі қызметі судың, минералдардың сіңірілуі және нәжістің қалыптасуы. Тоқ ішекте пайдалы бактериялар көп мөлшерде өмір сүреді. Олар клетчатканы ыдыратып, кейбір маңызды дәрумендерді, яғни К және Б тобының дәрумендерін синтездейді. Сондай-ақ тоқ ішек иммундық жүйенің маңызды бөлігі болып табылады. Өйткені ішек бактериялары зиянды микроорганизмдермен күресуге көмектеседі. Бұл бөлімде тағам қалдықтары суынан айырылады. Нәтижесінде нәжіс түзіліп, тік ішек арқылы ағзадан шығарылады. Дұрыс тамақтану бұл тек денсаулықты сақтау үшін емес, энергия мен күш-қуат алудың да маңызды жолы. Дене үшін қажетті барлық пайдалы заттардың алу үшін күнделікті рационыңыз әртүрлі әрі теңгерімді болуы керек. Көмірсулар, мысалы картоп, күріш, дәнді дақылдар ағзаға энергия береді. Ал ақуыздар, яғни ет, балық, жұмыртқа, жасушалардың қалпына келуіне көмектеседі. Ал майлар, зәйтүн майы, авокадо, жаңғақтар ішкі органдардың жұмысын жақсартады. Сонымен қатар, күнделікті рационыңызда көкөністер мен жемістер болуы тиіс. Себебі олар витаминдер мен минералдарға бай. Қант пен тұзды тұтынуды шектеп, көп су ішу де өте маңызды. Тек дұрыс тамақтану ғана емес, физикалық белсенділік те ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жүру, жүгіру, йога немесе кез келген спорт түрі ішек перистальтикасын жақсартып, тағамның тез қорытылуына ықпал етеді.